Сәлеметсіздер ме? Мен Шайзада Гүлназ Асхатқызы, нөмірі 81-ші Астана English School халықаралық мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін біз Марат Қабанбайдың Бауыр әңгімесіне тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақ бойынша біздің юнитіміздің тақырыбы адамгершілік, асыл қасиет. Негізгі концепция қарым-қатынас және пәндік концепция құрылым, өзін-өзі тану. IB бағдарламасы бойынша жаһандық мәнмәтін сәйкестік пен қарым-қатынас, адам табиғаты, рухани пайымдау және этикалық ойлау, сана сезім мен адамгершілікті дәріптейтін боламыз. IB бағдарламасы негізінде біздің сабағымыздың мақсаттары критерий B бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Критерий B бойынша бізде 3 стренд берілген, соның ішінде 2 мақсатты, 2 стрендті біз қарастырамыз. Атап айтатын болсақ, бірінші композициялық құрылымды мәнмәтін және негізгі ойға сай қолдану. Және екіншісі пікірі мен идеясын логикалық тұрғыда қолдану. Сонымен қатар сабақ барысында мынадай ETL дағдыларын оқушылар қалыптастыратын боласыздар. Атап айтатын болсақ, ынтымақтастық дағдылары, яғни топтық жұмыстар негізінде бірлесе, біріге ынтымақтықпен жұмыс жасау. Және де сыни ойлау дағдылары. Тапсырмалар барысында сыни ойлауды қоса отырып, жаңаша ойлар қалыптастыру, өзіндік ойды, пікірді білдіре білуге тырысасыздар. Ең алдымен топқа бөлініп алсақ, топқа бөлуді біз фонарик әдісі арқылы жүзеге асырамыз. Ол үшін мінекей берілген қағаздарға сіздер телефон жарықтарын түсіру арқылы өздеріңіздің топтарыңызды анықтайтын боласыздар. Ең алғашқы тапсырмамыз сіздердің білімдеріңізді тексеру үшін және шығарманы еске түсіру үшін беріліп отыр. Яғни бұл дұрыс және бұрыс ақпаратты анықтау. Біріншісі, Қалидің ағасы Манап. Дұрыс айтасыздар. Бұл ақпарат дұрыс. Екінші біздің ақпарат директордың аты жөні Эльжбета Сергеевна. Жоқ, бұл ақпарат бұрыс. Эльжбета Сергеевна бұл бізде аға тәлімгер. Қалидің фамилиясы Төрегелдиев. Дұрыс. Келесі, Қали ән айтып би билегенді ұнатады. Бұл ақпарат бізде бұрыс берілген. Қали көбінесе спорттық жаққа әуес болып келеді. Қали 7-ші сыныпта оқиды. Бұл ақпарат дұрыс па? Жоқ, бұл ақпарат дұрыс емес. Балалар үйі Өскеменде орналасқан. Дұрыс, бұл ақпарат бізде дұрыс берілген. Оқиға болып жатқан балалар үйі Өскеменде орналасқан. Өте жақсы жарайсыздар. Өз-өзімізді бағалауды шапалақ әдісі арқылы жүргіземіз. Қанекей, өз-өзімізге қошемет көрсетіп, шапалақтап қояйық. Келесі бізде топтық жұмыс. Жаңа сабақ басында 3 топқа бөлінген болатынбыз. Алғашқы топқа аға тобына шығарманы толық композициялық талдау беріледі. Екінші топ бізде іні тобы Вен диаграммасы арқылы Манап пен Қалиді салыстырасыздар. Үшінші әке тобына ағасын суық қабылдаған Қалиге 5 кеңес жазу беріледі. Өте жақсы жарайсыздар. Атқарылған жұмыстарды 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы бағалайтын боламыз. Яғни, өзге топтың жұмысының 2 жақсы тұсын 2 жұлдызша беру арқылы және де бір толыңқырамай қалған тұсын идея, тілек айту арқылы өз ойымызды білдіріп бағалайтын боламыз. Балалар, бауыр деген бұл сенің ет жақының, жанашырың, бауыр деген ақылшың, қамқорың, ең жақын адам. Бір анадан туған бауырлар әрқашанда бір-біріне жақын болатыны анық. Десе де, соғыстың әсерінен қатал тұрмыс елеуінде 2 жаққа айырылған Манап пен Қалидің осы оқиғасы негізінде Марат Қабанбай бізге бауырды құрметтеуге, оны сыйлауға және мейірімділік көрсетіп, бар кезде бағалай білуге шақырып тұрғаны белгілі. Осы шығарма негізінде келесі бізге беріліп отырған тапсырма. Сіздерге ән берілетін болады. Бірге караокемен орындап, үзінділерді ала отырып, сол бойынша өз ойымызды жазу. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме, кейде реніш, кейде ыза болса да, ақ көңілің қарашуға толса да, ең қымбатты, ең ардағы бауырың, арадағы жылулығы солса да. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме, өз басыңның қамын ғана жей көрме. Қан мен жаның бір тамырдан жаралған, бауыр барда бақытсызбын дей көрме. Кейде реніш, кейде ыза толса да, ақ көңілің қара шуға болса да, ең қымбаты, ең ардағы бауырың,
арадағы жылулығын созады. Осы бір кішкене ғана өлеңнен берілген үзінді бойынша өз ойларыңызды екі жақты күнделік негізінде білдіре қойыңыздар. Келесі біздің тапсырмамыз таңдау тақтасы әдісі арқылы жүзеге асатын болады. Яғни тақтада қарасаңыздар, бізде деңгейлік тапсырмалар берілген. Жазушы неге шығарманы бауыр деп атады деген алғашқы сұраққа жауап берсеңіздер, не үшін бауыр деп атады? Яғни мұнда Манат пен Қали есімді екі бауырдың арасындағы қиын жағдай, екеуінің қаншама жылдардан кейінгі кездесуі суреттелген, сол үшін бауыр деп аталды. Ең алғашқы сұраққа жауап бергеннен кейін деңгейлік тапсырма бойынша не көлденеңнен, не болмаса тігінен сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Сабақ бойынша қорытынды рефлексия жүргізсек, рефлексияны біз әлеуметтік желі әдісі арқылы жүзеге асыратын боламыз. Қарап отырсаңыздар, бұл сіздердің баршаңызға таныс Instagram парақшасы Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі негізінде берілген. Мұнда кішкене постер нұсқасы берілген. Қазір сіздерге мынадай пікір парақшаларын тарататын боламын. Сіздер осы сабақ бойынша алған негізгі ақпараттарыңыз, қызықты болған фактілер, не болмаса қиындық тудырған жақтар бойынша өздеріңіздің рефлексияларыңызды, пікірлеріңізді жазасыздар, және де мында әкеліп тақтаға жабыстыратын боласыздар. Келесі сабаққа арналған үй тапсырмасы кейіпкерге хат жазу. Шығарма бойынша өздеріңізге ұнаған кез келген кейіпкерге хат жазасыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.